Армысыздар, қымбатты оқушылар. 8 сыныптың қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Яссауи даналық кітабы, немесе Диуани хикмет. Ахмет Яссауи түркі тілдес халықтар арасындағы сопылық әдебиеттің негізін қалаушылардың бірі. Аса көрнекті ақын, есімі ислам әлеміне мәшһүр ойшыл қайраткер. Ол орта ғасырлық Испиджаб, яғни Сайрам қаласында туған. Ақынның толық аты жөні Хазіреті Сұлтан Шейхул Ислам Қожа Ахмет Яссауи Шайх деп жазылған. Ер жете келе Түркістан, ол кезде Яссы деп аталған қалада келіп тұрады. Яссыға қоныс аударғаннан кейін ол осында атақты Арыстанбаб шайхтың тәлім тәрбие, діни дәріс алады. Біраз жыл Бұқара шаһарында оқыған. Сөйтіп, Яссы қаласында атақты ғұлама болып оралған. Ахмет Яссауидің есімі мұсылман әлемінде мәшһүр өткен шығармасы Диуани хикмет, ақыл кітабы болып табылады. Оны даналық кітабы деп те атайды. Ақын өз кітабын Орта Азия мен Қыпшақ даласында түркілерінде кезінде түсінікті болған Шағатай тілінде жазған. Мұның өзі араб тілінде жазылған Құран мен түрлі хадис, тәфсирлерді жергілікті түркі халықтарының түсініп оқуына мүмкіндік береді. Диуани хикмет көшпелі елдің ауыз әдебиеті үлгілеріне негізделген. Түркі халықтары фольклорының тілдік, стильдік, модельдік тәсілдердің зор шеберлікпен пайдалана жазылған дидактикалық, этикалық туынды болып табылады. Диуани хикмет түркі тілдес халықтарының 12 ғасырдан сақталған әдеби жәдігерлерінің бірі. Өйткені Яссауи хикметтерінің тілін ұзақ жылды бойына зерттеген көрнекті ақын Барашковтың пікірі бойынша ақыл кітабы Оғыз Қыпшақ тілінде өмірге келген әдеби туынды. Кезінде ол өлеңдер өте қарапайым, көпшілікте түсінікті тілмен жазылған. Ақын Орта Азиядан бастап Еділ жағалауына дейін ұлан ғайырлы өлкеде көшіп қонып жүрген түркі тайпаларының бәріне де түсінікті болатындай ауызекі сөйлеу тілінде жырланғаны дау тудырмайды. Бірақ бертін келе жинақты көшірушілер өз тарапынан көптеген араб парсы сөздерін қосып жібергені сияқты. Бұл өлеңдер жинағының алғаш түпнұсқасы сақталмаған. Ең ескі нұсқасы 15 ғасырдың орта кезінде араб емлесімен көшірілген ақыл кітабы немесе даналық кітабы Қазанда 1887 жылы және 1901 жылы, Стамбул қаласында 1901 жылы, Ташкент қаласында 1902 жылы және 1911 жылы баспаларынан бірнеше рет жеке кітап болып басылып шыққан. Ахмет Яссауидің өлеңдер жинағының ең толық нұсқасы Қазан басылымы болып табылады. Мұнда 149 хикмет берілген. Соның 109 хикметі Яссауидің өзіне екені даусыз. Қалғандары шәкірттері тарапынан жазылып, жинаққа еніп кеткен жыр жолдары болса керек. Белгілі орыс ғалымдары Самойлович, Бертельс, Благова тағы басқа Ахмет Яссауи жырларының зерттей келе кезінде оны жоғары бағалаған. Әрі ақынның өзінен кейінгі сөз зерттеулеріне тигізген әсер зор болған ерекше атап көрсетті. Ахмет Яссауидің ақыл кітабында немесе даналық кітабында 14-ші, 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші, 19-ші хикметтерінде негізінен өз өмірбаянын жырға қосқан. Соның ішінде ақын Диуани хикметтің басты идеясын айтудан ауытқып кетпеген. Қайта ақынның ғұмырнамасы даналық кітабынан философиялық мәнін
көркемдік көрінісін жетілдіре түседі. Ахмет Яссауи өз өмірі туралы айта келіп, не себепті 63-те жерге кіргенін деген сауал қояды. Ақын өмірбаянында бағышталған бұл хикметтер осы жалғыз сауалға жауап болып табылады. Ислам жолынан уағыздаушы данышпан ақын пайғамбар жасына жетіп, Аллаға шүкіршілік етеді. Одан әрі, яғни 63 жастан асып, тірі пенделер арасында жүруді өзіне үлкен күнә санайды. Сол себепті ол жер астынан арнайы салынған орынға хилуетке түсіп, қалған өмірін сонда өткізеді. Бұл туралы ақынның өзінің даналық кітабында былай делінген: таң сәріде дүйсенбі күн жерге кірдім. Мұстанаға қайта тұтып кірдім міне. 63-те сүндет деді, естіп білдім. Бақылайтып жер астында қадам қойдым. Жарық дүниені талақ етіп, хақты сүйдім деген. Ахмет Яссауидің орта ғасырдағы көшпелі тайпалардың дүниетанымын, мүмкіндігін ескере отырып, исламның кейбір қағидаларын жұмақ пен тозақтысын айтысы түрінде түсіндіреді. Диуани хикмет көбінесе 11 буынды не 12 буынды болып келеді. 4 тармақтан бір шумақ құрайды. Ұйқасы бізге тым жақын. Сырттай алып қарағанда А, немесе Б, Ә ұйқасымен келіп отырады. Рас, ақын араб парсы әдебиетінде кең қолданған ұйқастарды пайдалана отырса, соның ішінде біздің қара өлең ұйқасына жақын үлгілерді әдейі таңдап алған тәрізді. Қожа Ахмет Яссауидің даналық кітабы ежелгі түркі поэзиясы мен қазақ әдебиеті арасында дәстүрлі байланысты айқындай түсетін бейнелі сөздер, отымды теңеулер жиі ұшырасады. Мысалы, Ахмет Яссауи мынандай сөздерді қолданған: көңіл бағы, көңіл құсы, иман нұры, күйген көбелек, хакикат дәриясы, ит нәпсіні өлтіру сияқты ұғымдарды сөз зергер ретінде шебер пайдаланған. Қожа Ахмет Яссауидің диуани хикмет адамды имандылыққа, ізгілікке жетелейтін құдіретті күш, айқын бағдарлама деуге болады. Ахмет Яссауи әрбір адамның қадір қасиетін, өмірде алатын орнын, оның ішкі жан дүниесінің тазалығымен өлшейді. Адамның өз бойындағы ізгілік, адамгершілік қасиеттерді ұдайы жетілдіріп отыруы, немесе бүкіл адамгершілік қасиетінден жұрдай болуы сол кісінің имандылығына байланысты болып келеді. Ал имандылық дегеніміздің өзі Алланың құлына ғана тән адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеп, оны Құдай жолында салып отыратын киелі күш екені мәлім. Ахмет Яссауидің даналық кітабында қанағат сөзінің үлкен философиялық категориясы ретінде қолданған. Сопылық философиясының басты көріністерінің бірі адамдарды қолда барға қанағат етуге үндеу, халықты тақуалық өмір салтына насихат болып табылады. Мұны Ахмет Яссауидің жоғарыда кетірген хикметтері толық аңғартып тұр. Сонымен қатар, Шортанбай Қанайұлы сопылық поэзиясының осы дәстүрін кейбір қазақ ақындары өздерінше түсінген. Мысалы, Шортанбай Қанайұлының тақуалық тіршілік жайында төмендегі тоқтамға келді. Тақуада болған ғалымдар бұжалғанда не етеді? Баянды жоқ шіркінді бір күш тастап кетеді. Дүние малын сүйгендер менбей кимей өтеді. Ахмет Яссауи өз хикметтерінде мына жалған өмірдің өткінші екенін, оған алданып қалмау керектігін ұдайы оқырман есіне салып отырады. Ақын хикметтерінің еркін, яғни көркем аудармасынан мысал келтірейік. Басынан әркімнің бұл жалған өтер, баянсыз жатпай жиған малда бекер. Қарындас ата-анаң қайда кетті, ағаш от солар мінген саған жетер. Хақты сүй, пендешілік қамын жеме, кісінің қыл көпір тұр, малын жеме. Қарындас қатын бала кімнен қалмас, Қожа Ахмет сынды сорлы сағың неге? Белгісіз қалды енді қанша ғұмырың, берік бол, жалғыз,
қақты барым деді. Адамның асыл тегі су мен күл ғой, күл болмақ қайта айналып жалын дене. Сонымен бүкіл әлемдегі түркі тілдес халықтарға ортақ мұра саналатын Ахмет Яссауидің ғажайып жырларын оқып үйренуге, зерттеуге, жариялауға біздің елімізде соңғы кезде дұрыс жолға қойылуда. Сонымен Қожа Ахмет Яссауи түркі сопылық поэзиясының бастауында тұрған көрнекті тұлға. Яссауи ілімі мен шығармашылығы түркі халықтары рухани мәдениетінің барлық саласында, әдебиетінде, тарихында, салт дәстүрінде, дүниетанымында, ойлау жүйесінде өзіндік із қалдырды. Сондықтан ойшыл ақын мұрасын зерттеу, зерделеу ұлтымыздың төл болмысын, түп негізін тану болып табылады. Яссауи есімін тарихта қалдырған оның Диуани хикмет, яғни даналық кітабы поэзиялық туындысы болғандықтан отандық ғылымда осы шығармашылығына өзге қырынан гөрі әдеби тұрғыдан көбірек зерттеледі. Қазақ қаламгерлері арасында Яссауи жайлы зерттеулердің алғашқы бастамашы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармаларынан байқалады. Диуани хикмет шығармасының оқырман жүрегіне өзіне баурап алуының бірден бір себебі хикметтерге қоғамның кез келген өкіліне арналған ақыл мен насихаттың асыл қазынасы кездесетінінде. Осы нақыл сөздердің қай-қайсы болмасын, ғасырлар өтсе де мәні мен мағынасы, өзектілігі жоймағанын көзі қырағы, көкірегі ояу әрбір оқырман терең сезінеді деп ойлаймыз. Әрбір оқырман Қожа Ахмет Яссауидің Диуани хикмет шығармасын өзіне керекті нақыл мен насихатты іздеп, дүр мен гауһардай ақыл сөздеріне ғибрат алатыны сөзсіз.